Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ашытқысыз, өте оңай, өте дәмді болып шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұн, айран, сұйық май, жұмыртқа, қатты сары май керек болады. Содан соң қант, тұз, ас содасы керек болады. Ең алдымен ыдысымызға айранды құйып аламыз да, оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Содан соң үстіне қантты, тұзды, ас содасын салып, үстіне сұйық май құямыз да барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бізде біркелкі масса пайда болуы керек. Сода мен айран қосылып реакция жүреді. Біздің массамыз 2-3 есе ұлғаятын болады. Енді електен өткізілген ұнның үстіне қатты сары майды саламыз да қолымызбен крошка жасайтын боламыз. Ұн мен сары майды араластыра отырып, қолымызбен езіп шығамыз. Крошкамыз дайын болғаннан соң ортасын шұңқырлаймыз да жаңағы 2-3 есе ұлғайған массамызды құйып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымызға артық ұн салмаңыздар, мен көрсеткен мөлшермен салыңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Міне бізде өте жұмсақ, қолымызға жабыспайтын әдемі қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымыздың бетін сүлгімен жауып қоямыз да, жарты сағатқа қамырды қойып қоямыз. Бұл қамырдан өздеріңіз не жасағыларыңыз келеді, соны жасай берсеңіздер болады. Мысалы, пирожки, пирогтар, бауырсақ, жет-шелпек жасай берсеңіздер болады. Мен бұл жолы бұл қамырдан бауырсақ жасадым. Бауырсақ өте керемет болып шықты, дәмі өте күшті болып шықты. Сол үшін сіздер де тура осы рецептпен түрлі заттар жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.